Шыға қойыңыз. Неке туралы айтатын боламыз. Неке дегеніміз не? Мен кітабымды ашып алайын едім. Некеге ол кіріспе ғана еді. Енді біз өткенде неке қиюдың үкімін өттік. Сөздік мағынасын жаңағы жалпы түсіндірдік. Иншалла шығады. Шетінен шығарып үлгермей отырмыз. Аптада 3-4 жерде сабақ жүргізіп видео түсіріп атқан соң үлгермей қалып жатырмыз. Алтынтай тақша. Амин, иншалла, амин. Мақсат ол не алсақ та, иншалла, Алланың дінін жаю жолында болсын, Алла ниеттен жаңылдырмасын. Ал неке дегеніміз не? Айтылдым өткенде мағынасы. Неке дегеніміз келіссөз дедік, я? Келіссөз. Ненің келіссөзі? Өткенде зина туралы өткен едік. Зина деген бір әрекет қой, қатынас. Сол қатынастың бір-біріне рұқсат беретін екі тараптар бойынша, еркек пен әйелдің сол қатынасты бір-біріне рұқсат беретін, адалынан рұқсат беретін бір келіссөз екен. Дұрыс па? Яғни, сол келіссөз туралы өтеміз бүгін. Бұл келіссөз қалай жүру керек? Одан бұрын неке қай кезде қиылады, қай жерде қиылады деген кішігірім сұрақтарға жауап беріп өтейін. Жалпы неке қиюға ешқандай уақыт тыйым емес. Бізде айтылып жатады ғой, сапар айында неке қиюға болмайды. Жоқ, ондай бір тыйым жоқ шариғат бойынша. Ондай бір тыйым жоқ. Енді мәкрух болған уақыттар бар. Неке қиюдың мұстахаб болған уақыты бар. Жұмаға туралаған жақсы дейді. Кез келген уақытта күн, түн, азан, кеш, түс, намаз оқитын мәкрух уақыттары бәрі бір. Неке қиыла береді кез келген уақытта, рұқсат етіледі. Қай уақытта неке қисаңыз да некеңіз қабыл болады. Ешқандай да бір мына уақытта қиылған неке жүрмейді, неке емес деген ешқандай мәселе жоқ, біліп алыңыздар. Мынандай жерде қиылған неке қиылмайды деген мәселе жоқ. Ол үйде қиылама, мешітте қиылама, церковьте қиылама маңызды емес. Церковьке барып имамды апарып алып, сояққа киіп келсеңіз де ол неке қиылады. Оның шарттары қай кезде, қай жердегі байланысты шарттарын біз қазір дұрыстап өтеміз. Бірақ дейді, жұма күні қиылғаны және мешітке барып қиылғаны мұстахаб дейді. Мұстахаб деген не ол? Пайғамбарымыздың сүйіп істеген немесе ұнамды әрекеттер. Пайғамбарымызға ұнамды әрекеттер. Әдептер, әдебі бойынша мешітке барып қиғаныңыз жақсырақ екен. Мешітке барып қимай қалдыңыз ба, неке болмай қала ма? Болады. Жұмаға тураламай қалдыңыз ба, неке болмай қала ма? Бола береді неке. Бірақ жұмаға туралап, мешітке апарған ең әдемісі екен. Енді сол неке келіссөзінің құрылымын өтеміз сіздермен. Құрамы қандай, келіссөздің шарттары қандай. Мысалға, сауда қылсаңыз, сауданың шарттары бар. Қандай шарты бар сауданың? Ол енді жаңағы мұстахабтары деген, сүннеттер деген сияқты нәрсе. Саудаласатын екі тараптар болу керек. Дұрыс па? Сатушы және сатып алушы деген. Мен сатушы болсам, сатып алушы жоқ болса, сауда бола ма? Болмайды. Мен сатып алушым, бірақ сатушы жоқ. Сатушының өзі жоқ, мен сатушының товарын алып кетіп қалсам, бұл сауда бола ма? Болмайды, ұрлық болады. Базардан алып кетсең де, ол ұрлық болады сатушының келісімі болмайынша. Яғни, сатушы және сатып алушы деген екі тараптар бар. Одан кейін тағы шарты бар, зат сатушының иелігінде болу керек деген. Одан кейін ақша қолма-қол берілу керек уақытында, сол кезде берілу керек, сонда ол сауда болады. Ал егер ол киім беретін болса, ол қарыз болады. Ол уже шарттар өзгереді, түрлі жаңағы сауданың да өзіндік қарызы бар, кредиті бар, жаңағы серіктесі бар, қандай түрлері бар, уақыты белгілі, белгісіз кете береді да сауданың да шарттары. Сол сияқты некені де осы саудаға теңейді ғой.
некенің де өзіндік құрамында шарттары бар. Некенің құрамын өтеміз сіздермен. Бисмилля. Құрамы, инеқат шарттары. Некенің өзіне байланысты. Яғни, неке келіс сөзге байланыс. Сөзге байланысты шарттар. Бұл шарттардың өзі екіге бөлінеді. Қалай? Рүкіні және шарттары деп тағы да бөлеміз. Рүкін дегеніміз не? Цветін өзгертіп жіберейік сәл. Рүкіндері. Рүкіндерін деп бір бөлшек қып бөлеміз. Екінші шарттары. Қандай шарттары? Инеқат деген шарттары бар, яғни құрамы. Инеқат шарттарын өтеміз сіздермен. Ол со неке келіс сөзінің ішкі құрамы. Адамдарға байланысты емес, келіс сөздің өзіне байланысты шарттар. Енді ой, қайда кетіп қалдың? Екінші стрелкасын сидіріп жібермеппін ғой. Рүкін деген не ол? Шарт деген не ол десек, жалпы бұл парыздарды, неке келіс сөздің өзіне байланысты парыздар. Біз сыртындағы шарттарын өтеміз әлі қазір. Мысалы, некеге байланысты сыххат шарттар деген нәрсені өтеміз. О кейін келесі, немесе сахих болу шарттар десек те болады. Екеуі де парызда, бұны келесі сабақ, иншалла. Осы мына екі шарт міндетті түрде қолданылу керек. Бұл парыздар, барлығы парыздары, бірақ парыздың өзі бөлінеді. Мысалыға, намаздың парыздары қанша? 12 ғой, дұрыс па? Біреуі 6-ауы ішкі, 6-ауы сыртқы. Мысалыға, біз намаз деген кезде не елестетеміз намаздың өзінің құрамында? Не бар? Қимылдарын елестетеміз. Аллаху акбар деп жаңағы ифтитах тәкбірі, енді әйел кісілер бұлай, ер кісілер бұлай. Ифтитах тәкбір енді қол көтеру ол жерде парызына жатпайды, ол жерде Алла сөзін айту парызына жатады, әкбар қосу уәжіпке жатады. А қол көтеру сүннетке жатады. Түсінікті, оның дәрежесі уже оның әдептеріне жатады. Қай жағында болуы да қолдың. Инеқат ифтитах тәкбірін айтқан кезде көз қаяқта тұру керек. Ол намаздың әдептеріне жатады. Қайқа қарап тұрың керек, няхама деген сияқты. Сол сияқты бұл жердегі ифтитах тәкбірі деп аталады. Аллаху акбар деп айту. Одан кейін қырағат бар, Құран оқу, ішкі шарттарын айтып атырмыз, ішкі парыздарын айтып атырмыз. Яғни намаздың 12 парызы бар, оның 6-ауы ішкі парыздар, ол рүкіндері, рүкін деген соның құрамы, бөлшектері кәдімгідей. Құран оқылу керек қой. Не деді? Қырағат, ифтитах тәкбірі, қырағат, Құран оқылады, рүкух жасау керек, тізеге бүгілу керек, иілу керек. Одан кейін не? Сәжде, отырыс соңғы және жоқ, не тастап кеттім ортада? Қиям, тұру, орнынан тұру, сәлем ол басқа не парыздарына жатпайды. Яғни осы намаздың бір бөлшектері, дұрыс па? Біз намазды солай елестетеміз. Бірақ ол намаз әшінен сөйтіп сол қимылдарды жасасақ, біз тура соны оқысақ, намазымыз қабыл ма? Жоқ. Не керек? Бірінші, тазалық керек. Қандай тазалық? Үстіңнің тазалығы, киіміңнің тазалығы, намаз оқитын жеріңнің тазалығы керек. Одан кейін рухани тазалық керек. Ол дәрет және ғұсылдың болуы керек. Енді әр намазға ғұсыл ал деп тұрған жоқ, ғұсылың бар болу керек, баяғыда алған болсаң да.
және дәретің бар болу керек деген. Одан кейін не? Уақыт кіру керек. Мен 5-ді қазір 11:30 болды. 5-ін кірмей жатыр, мен қазір 5-інде уақытым болмайды деп қазір оқып аласам бола ма? Болмайды. Яғни уақыт кіру керек ол уақытында намаз оқылу үшін да. Ол намаз қабыл емес деген сөз. Бидғат болмайды. Сіз намазды 5 намазын оқыдыңыз, бірақ сіз 5 намаздың уақытында орындамағандығың себепті 5 намазына сіз қазір ниет етсеңіз, тек бұрынғы қазаларыңыздың орнына кетеді. Бүгіннің 5-ін егер оқымай қойсаңыз, қазір 11:30-да 5-ні оқып алдым, намаз 12:30-да кіреді примерно. Мен қазір оқып алғам бүгінгінің ниетіне. Ол бүгінгінің 5-ге кірмейді. Сіз 5 намаз деп ниет еткендігіңіз үшін бұрынғы 5-деріңіз оқылмай қалған 5-нің орнына кіріп кетеді. Ол қаза ретінде өтіп кетеді. Уақыты кірмегендігі үшін. Ал қазір мен бағана 11:30-да оқып қойғам деп 2-ті кіргенше 5-ні оқымай жүре берсем, онда бүгіннің 5-нің қаза қылған болам. Оқылмаған болып есептелінеді. Түсінікті ғой? 4-ші шарты ниет ету, қыблаға қарау, қыблаға қарағаннан бұрын үстімізді, әуретімізді жабу деген шарттары бар. Түсінікті ғой? Бұл сыртындағы шарттар деп айтады. Өйткені мына қимыл іс-әрекетті орындау үшін осылар керек. Машина деп аталу үшін ода дөңгелек болу керек, мотор болу керек, оның отыратын жері болу керек, оны айдайтын рулі болу керек, дұрыс па? Машина жүру үшін оған водитель керек. Енді қазір автоматты түрде водительсіз де шығарып жатыр енді. Ескі машиналардың несін шартын айтайық. Оған бензин керек, оның газға басуын керек, ол жүрушін оталдыруын керек деген сияқты шарттары бар деген сияқты. Ол неке келіссөзінің машинаның құрамын айтып жатырмыз да біз. Машина, терезесі машина болуы мүмкін бе? Мүмкін. Значит, ол шарт емес. Машинаның крышасы болу шарт па? Шарт емес. Басы жоқ кабриолетке мініп алсаңыз да болады да. Машинаның тележкасы болу шарт па? Шарт емес. Немесе машинаның бензинмен жүруі шарт па? Қазір енді тоқпен де шығып жатыр, дұрыс па? ДТМ-мен де жүреді деген сияқты. Газбен жүреді деген сияқты. Ол шарт емес. Машина ол машина болды. Оның құрамы, негізгі құрамы оның жаңағы дөңгелекті болу. Дөңгелексіз болу, анандай темірмен болатын болса, ол не ол? Машина емес, танк ол. Цеппен жүретін болса, қалың цеппен жүрсе, ол машина емес, ол танк. Немесе қанатпен жүретін болса, ол уж самолет болып кетеді деген сияқты. Біз сондай несіне қарап ажыратамыз деген құрылымы да. Істемейтін машина, істемейді ол машина, бірақ неке емес деген сөз. Яғни міне, неке келіссөзінің рүкіндері, инеқат шарттары, сахих болу шарттарының біреуі кем болса, ол неке емес. Сол үшін сіздерге осы сабақты өтейін деп тұрмыз. Ешнәрсе қылмайды емес, қайта неке қию керек. Қазір мен мияқта шарттарды айтам, мынаған үлгермей қалуымыз мүмкін, оны келесі сабақта айтам. Бұлардың біреуі кем болатын болса, бірақ штугы, мияқта мен 2-3 санайым, мияқтан 5 санайым, мияқтан тағы да 4-5 санайым. Соның біреуі кем болса, ол неке емес. Түсінікті ма? Ол некені қайтадан қию керек болады. Мен енді бұл некенің шарттарын сіздерге барып некелесейін деп тұрғандығыңыз үшін емес, алданып қалмауларыңыз үшін. Өйткені қазіргі таңда неке қидым деп қанша орамалды қыздарымызды, вахабилік көзқараста, басқа да көзқарастағылар алдап, күйеуінен ажыратып, некелері бұзылмай жатып, өзінің күйеуімен некелері бұзылмай жатып, өзінің некесіне алдап, сулап некелеп жатқан теріс көзқарастағы, радикалды көзқарастағы кісілер бар. Сол себепті осының хабарын білсеңіздер дейміз. Сол үшін мешітке барып имамның алдында қиюыңыз керек. Мен өтетін сабақта ұмытып қалуыңыз мүмкін. Примерно идеяңыз болсын деп жатырмын, айналаға бір нәрсе айталу үшін. Ал ұмытып қаламыз, сіздерге қоятын талабымыз мешітке барып білетін адаммен бірге неке қию керек. Қазір олар өздері білімді, өздері ұстаз, түк білмейді, оқығандар кішкентай жіңішке мынаған наның да дәрежесіне жетпейді, қараңыздаршы. Бұдан да жұқа брошюрка 4 кітаптары бар, соны ғана оқиды да ғалым болып кете береді ғой шіркінді. Біз ана бір саланың өзіне бірнеше 10 шақты 15 шақты кітап оқимыз да, біз ақымақ боламыз да, олар сол бүкіл
шариғаттың ілімін 4-ақ брошюркаға сыйдырып ғалымбыз деп, олар ол имамдар түк білмейді, сендер ұстазбын дегендерің түк білмейді, ол надан, жаңағы жахил деп шыға келеді. Сол себепті хабарларыңыз болсын. Бұлар просто мына сабақты оқымағаннан кейін білеміз деп ойлап отыр ғой. Адам білген сайын білмеген түсінеді екен да. Сол білмегеннен кейін өзін білмейтін түсінбей отыр да. Енді қараңыздар, неке келіссөздің дөңгелектерін корпусын айтар болсақ, бірінші орында бұл неке келіссөзінде тараптарлар болу керек екен. Тараптарлар қандай болу керек деген сұраққа келсек, яғни үйленуге екі кісі ғой. Бұл жерде мынандай да болуы мүмкін. Тараптар кім? Үйленіп атқан екі жас жұбай болуы мүмкін. Жас жұбай ма, кәрі жұбай ма, әйтеуір біреу күйеуі, біреу әйелі болайын деп атқан екі кісінің арасында да жүргізілуі мүмкін. Біз көбінесе соны елестетеміз. В основном соны елестетеміз, заманымызға сай сол бірінші орында сол тұрады. Үйленейін деп атқан, күйеу болайын деп атқан еркек, әйелі болайын деп атқан әйел, екеуінің арасында келіссөз деп түсінеміз. Бірақ тараптарлардың құрамына бұлардан бөлек кісілерді кіруі мүмкін. Кім? Бірінші бұл некеге тікелей қатысты өздері. Кім деген сөз? Әйел мен еркек. Екінші ол уәлилері. Уәли деген кім? Әкелері. Бірінші орында ол әке тұрады. Ол жақтан да, қыз жақтан да уәлиде бірінші роль атқаратын ол әке. Әкесі жоқ болса, онда туған атасы, әкесінің әкесі. Ол жоқ болса, егер ағасы, қыздың немесе жігіттің. Ол да жоқ болса, әкесінің бауырлары. Ол да жоқ болса, нағашы ағалар. Ол да жоқ болса, еркектің бәрі қайда құрып кетті. Өзінің баласы да некелей алады. Еркектерден болады. Уәли еркектерден болады. Мамасы беріп жібере алмайды. Пока үшінші шартқа жатпайтын болса егер. Уәли ретінде тек қана ер кісілер жүреді. Әкесі, атасы, ағасы, көкесі, інісі жүреді. Егер інісінің жасы шешім қабылдай алатында үлкен жаста болса. Махрам еркектер жүреді. Енді очередпен, рет-ретмен санап атымда бірінші орында кім? Мысалға, әкесі бар бола тұра, ағасы оны үйлендіре алмайды. Ағасы үйлендіріп тастаса, әкесіне қарамай. Әкесі келіп, ол некені бұза алады. Әй, сен мен қызымды кімге бергенсің, Кімге бергенсің? Менің қызым оған лайық емес деп, некені бұзуға, егер ортада ол келем дегенше бала бітіп қоймаған болса, әкенің бұзуға құқы бар екен. Немесе әкесі жоқ, ағасы бар. Өзінің туған ағасы бола тұра, үлкені бола тұра, інісі кесе алмайды. Аға бәрібір жоғары рөлде. Немесе тағы кімдер? Ұзақтау кісілер, ұзақ туысқандар, двоюродный ағасы, махрамы емес, бірақ ешкімі жоқ болса, олар да уже жүреді. Өздерінің қамқорлығына алған болса. Өзінің, мысалғы, двоюродный ағасы, жеті атадан бір ағалары, өзінің қамқорлығына алған болса, әке-шешесінің бәрі қайтыс болып кеткен, туған туысы ешкім жоқ, онда сол некелейді. Уәли ретінде жүреді. Шетінен туыстық қарым-қатынас ұзаған сайын очередь соған жетеді. Бірақ жақындау кісі тұрғанда ұзақтау кісі некелей алмайды. Қиылатта бұл надан кейін шарттар тағы да кетеді. Жаңағы лүзім шарттары, нәфәс шарттары деген бар. Оның бәрін өтпеймін сіздерге. Оның қажеттілігі жоқ. Біздерге енді медреседе өтеміз оны, енді ұстаз болайын деп атқан қыздарға. Бірақ сіздерге ол тақырыптарды өтпей мида ашытудың қажет жоқ. Осы тақырыптың арасында мен қосып жіберіп жатырмын онсызда. Арнайы тақырып қылып ашпаймын. Әкесі бола есептеледі ғой деп атқан ғой. Әкесі болып ағасы үйлендіріп жіберсе, неке қиылады, бірақ әкесі келіп қалып некеден кейін бұзып алуға оның мүмкіндігі бар дегенім ғой. Разылығымен ағасы барып кетіп келсе болады. Иә, әкесі өзінің орнына тағайындайды. Үшінші ол, қазір келеміз. Ондай сұрақтарды соңына қоя тұрыңыздар. Имам неке қиылды ма? Болды ғой, имам біледі ғой. Өкіл қия алады. Өкіл деген кім?
әйел кісі немесе ер кісі некеге өзі қатыспайды, орнына біреуді жібереді. Қатысса да бір шетте отырады, мысалы қыз үйге алады, менің орныма сен сөйлес деп айтады. Немесе әйел кісі болуы мүмкін, өкілдер тағайындау мүмкін, тараптарларға жатады. Екі тараптар, әйел кісі, мына кісі бір кісіні тағайындады, менің атына неке қиып келесің. Бұл енді тараптарлар еріккеннің тірлігі емес қой, бұл отырып алып мен некеге қатыспай қойып өзің барып келші дейтін әңгіме емес та. Ол мысалға патшалардың арасында, үлкен кісілердің арасында сондай нәрселер болғанда, өзі соғыста жүр, ана некелеу керек срочно, өйткені екі елдің арасын біріктіру керек болып бара жатыр. Дұрыс па? Барып орнына, мысалға баяғыда мынандай ғой, ауылдан барып керуенмен алып келеді. Қазір самолетпен ұшып келеді де күтіп ала салатын жағдай емес қой. Я, сояқтан көшіп келем дегенше мақрамдары емес кісілердің арасында ол мына елде мына елге көшу керек болады ғой. Сол себепті некеге егер бала қатыспаса, күйеуі қатыспай тұрса, өкіл тағайындап жібереді. Мысалы, қыздың әкесімен яқтан өкіл барады. Сіздің қызыңызды бәленшенің ұлы түгеншеге некеге бересіз ба дейді, бердіңіз ба дейді, бердім дейді, сол жерде неке қиылып кетеді, әлі жігітке жетпей жатып. Түсініңіздер ма? Сол үшін керек. Және бұл мына жақта мүмкін тағы бір қайнатасы барған шығар, или болмаса бір туысқаны барған шығар, солармен бірге яқта туысқандарынан бір-екі адам қасына ертіп жібереді мақрамдарын. Сөйтіп кететін болған, ұзақ жол өткен, керуен апталап, айлап жол жүретін болған. Ол обязательно әйел мен күйеу ғана қатысады деген шарт жоқ деген сөзді. Енді қазіргі заманда тек қана екеуін қатыстырады. Баяғы уақыттарда біздің қазақ салтында да жүрген бұл. Уәлимен де үйленген көбінесе. Қыз бен жігітті отырғызып қоймаған баяғы біздің салтта. Қыз бен жігітті отырғызып қойып, разысың ба, разымын дегіздірмеген. Екі құда келеді да, қызыңды бер, менің ұлыма бердім дейді, болды, сонымен неке қиылған. Түсініңіздер ма? Баяғы заманда біздің қазақ салтында да мына уәлимен некелеу болған. Қазір өте аз қолданады, әлі де бар бізде бұл уәлимен үйлендіру. Өкілмен үйлендіруді болған біздің топырақта да. Ау, сөйтіп үйлендіру. Екі бөлмеде отырғызып қойып, басқа біреу өкіл тағайындадыңыз ба? Білмеймін, екі бөлмеге отырғызып қойды да. Қазір келеміз, қараңыз оларға. Сол жерден сұрайсыз. Яғни тараптарлар болу керек. Ол тараптарлар деген сөз күйеу мен әйел ғана емес болайын деп тұрған. Уәли де болуы мүмкін, өкіл де болуы мүмкін. Үшінші ол, екі екен ғой, аттап кеттік, молодец. Ижаб айтылу керек. Ижаб айтылу керек. Ижаб деген не нәрсе? Ол ұсыныс деген сөз. Ұсыныс айтылу керек. Үйленуге ұсыныс айтылу керек. Ол қандай ұсыныстар? Менің әйелім бол, некеміз қиылсын, менің адал жарым бол, үйлен, маған тұрмысқа шық, бір жастыққа бас қосайық деген сияқты сөйлемдермен, өзіңді маған адал ет деген сияқты сөздермен неке қиылады екен. Сол ұсыныс сөзі ижаб деп аталады екен. Талап ету да. Ұсыныс айту, талап ету. Яғни, мен аласың ба деп десең де болады. Сен алайын десең де болады да, мысалға да. Екі сөйлемде жүре береді. Енді шықтарына байланысты шарттарды айтам, мен сөйлем дұрыс құрап тұрған жоқ. Мені ал, сені алдым деген сияқты. Келе жатырмыз. Ижаб ұсыныс немесе талап ету деген сөз. Жауабы күтілетін бір талап қою. Қабул шарт. Яғни ұсыныс айтылып, менің әйелім бол деп неке қиылып кетпейді екен, болдым деп айтылу керек екен. Осының адал жары болуға имам сұрайды, көбінесе бізде. Еркек прямой неке қимайды біздерде. Имам арқылы ғана, через біреу арқылы сөйлеседі. Сен бәленше түгенше қызын әйел ретінде қабылдадың ба? Деген сұрақ, қабылдадың ба? Қабылда немесе ижаб ретінде болады екен. Қыз айтса қабылдадым десе, қабул болады екен. Енді бір жерде жігіт айтса, қыз айтса дедім. Наоборот болса бола ма? Қыз айтады ижабты, жігіт қабылдаса бола ма? Неке жүре ма? Жүре береді. Міндетті түрде еркек ұсыну керек деген бір шарт жоқ.
ижап қабылда еркек ұсынса да, әйел ұсынса да бола береді екен. Пайғамбарымыздың Хадиша анамызбен қиылған некесінде ұсыныс әйел тарапынан келген екен. Иә? Енді некенің өзінде еркектер өздерінің арасында бірінші еркек тарапынан айтылды ғой әрине. Бірақ әуелгі келісімінде әйел тарапынан айтылған екен. Түсінікті ғой? Яғни осы үш нәрсе керек екен. Көбінесе мына тараптарлар онсыз да бар ғой деп кейбір кітаптарда ижап қабул деп өтіледі. Бұрынғы сабақтарда мен сөйтіп өткем, ижап қабул рүкіндеріне жатады деп. Өйткені кейбір кітаптарда мына тараптарлар дегенді қоспайды. Онсыз да ғой деп ойлайды да адам. Бірақ қосу керек екен, өйткені бірақ тарапта мен ананы өзіме некеледім деп бір тарапты адам неке болмайды. Болды, сен менің әйелімсің дей алмайды ешкім да. Екінші жақ иә мақұл демейінше неке қиылып кетпейді. Енді мына ижап қабулдың сөйлеміне байланысты мынандай осы сөздерге байланысты мынандай шарттары бар екен. Міне инеқат шарттары. Ұсыныс айтылды, қабылданды екі тарап бойынша. Ол қалай болу керек деген шарттар. Өзімен өзі менің әйелім болдым деумен біте салады ма деген сияқты мәселелер. Бұл дейді бірінші шарты. Ол ижап пен қабул сөз, яғни сөз, ижап пен қабул бір уақыт және бір мекенде, бір мезгіл және бір мекенде айтылу керек. Қазір бір мезгіл деген сөзіміз, бір уақыт деген сөзіміз бірінен соң бір айтылу керек та. Ұсынысты қазір айтам да, біраздан соң келіп, мақұл айтпақшы дей салам ба? Кеше айтқан ұсынысқа бүгін жауап берсек, неке қиыла ма? Қиылмайды ол. Некені қайттан қию керек болады. Кеше айтқан менің әйелім бол деді. Үйіне кетіп қалды. Телефонды өшіре салды. Телефонмен қиылмайды онсыз да. Есігін балконнан айғайлайды терезеден, далада тұрып мысалға да. Балконнан шығып естіді, есік жауып кіріп кетіп қала салды. Сөйтті де ертесі күн анау қайтадан келіп далада сарғайып күтіп тұрса, я болдым десе, неке жүрмейді. Өйткені бір уақыт емес. Енді бұл бір уақыт, қанша уақыттың ішінде? Қазір ұсыныс айтылды да, әйел ойланып қалды. Срочно жауап беру керек па? Жоқ, сәлден соң айтуға болады ма дейді. Екеуінің арасының уақытын бөлетін нәрсе, мынандай екі нәрсе екен. Екеуі мысалға тұрып тұр, немесе отыр. Біріншіден, ұсыныс айтылды, бұл тыныштық. Екеуінің аузынан ешқандай тема шыққан жоқ. Отыр, екеуі тып-тыныш. Я? Тып-тыныш. Қай кезде уақыт өзгереді, тема өзгерген кезде. Мысалға, менің әйелім бол, некеңе қабылда деген сөз айтылды. Әйел, сендердің алдыда газ бар ма десе. Бар десе, мақұл онда қабылдадым десе, жүрмейді екен. Өйткені ортада басқа тема бөліп жіберді араны. Ешқандай тема бөлмеу керек, артынша я болдым деп жауап берілу керек. Артынша болған кезде мынандай болса егер, әйелім бол деді, әйел ұялып қалды да, тұрды да, айтайын десе ұялып тұр. Елдің бар күйеуге тегісіге бөліп барадыр демесін деп, деп тұрды, білмеймін, 1 минут өтті ме, 2 минут өтті ме, 3 минут өтті ме, ешқандай тема бөлген жоқ, елдің бәрі үнсіздікте күтіп отыр. Болдым десе болады да ол неке. Интрига деп ба? Индийский кино деп ба? Әлі мына шарттардың бәрі орындалу керек, тоқтай тұрыңыз деп. Асығыс екен мына кісі. Сонымен, ал немесе ол тема өзгерумен, немесе қимылдың өзгерумен екен. Екеуі де отырған еді, менің әйелім бол деді, ана әйел ойланып тұрды да барып, ана жаққа барып ойланып келейін деді ма, бір нәрсе алып келейін деді ма, орнынан қозғалды ма, онда тема өзгерді деген сөз екен. Отырғы қимылдарын өзгертпей, енді сәл-сәл оңға қарап, солға қарағанда тұрған нәрсе жоқ.
отырған адам орнынан тұрған кезде, жатқан адам басын көтерген кезде, енді жатып неке қия қоймас. Білмеймін, енді барып жүгіріп барып бүйтіп барған шығар, білмеймін, енді жатқан адам ауырып жатқан шығар. Білмеймін. Иә, мекен болған, бұл жерде мекенге қатысты емес, уақыттың ұзауына байланысты. Уақыт қай кезде өзгереді деген сөз. Біріншіден тема ауысқан кезде, екіншіден қимыл ауысқан кезде уақыттың срогі бітті деген сөз екен. Түсіндіңіздер ме? Тұрған адам басқа жаққа бұрылып кетіп қалса, бір-екі шақ қадам аттаса, онда ол уақыт өзгерді, ұсыныс қайтадан айтылу керек екен. Түсінікті ғой. Сол себепті миды ашытпай, ана екеу жоқ, қайттан айт, жоқ айтпай-ақ қоям деп екеу таласып тұрмау үшін имамға барасасын. Мақұл ма? Білетін адам қиып бересасын. Бірақ сіздер біле жүріңіздер, тағы да әртүрлі бір нәрсеге ұрынып қалмаңыздар деп біз бұл сабақты өтуге мәжбүрміз. Ал бір мекенде деген сөз, қарапайым дауыспен сөйлеген кезде дауысы естілетін және не айтып жатқаны түсінікті болатындай бір мекен. Алдымда мына залда үлкендеу біраз деймін. Мен қыз мына бұрышта отыр, жігіт ана бұрышта отыр, менің әйелім бол деген кезде, үлкен залдың екеу екі бұрышында отыр деп айтайық. Менімен некелесуді қабылда деген кезде, ана әйел сол сөзді нақты солай түсін алатындай дәрежеде естілетіндей мекен болса, айғайлап айту керек емес. Қара сөзбен айтылғанда естілетіндей қашықтықты бір жер деп айтамыз. Бір мекен деп айтамыз. Ал үлкен спорт залдың бір бұрышында, екінші бұрышында естілмейді ғой дауыстары. Бір зал болса да ол бір мекен емес. Өйткені дауыс бір-біріне естілмейді. Иә, қара дауыспен айтқанда, қарапайым дауыспен айғайламай, қарапайым дауыста сөйлескенде бір-бірін ести алатындай жер бір мекен болып есептелінеді. Түсіндіре алдым ба? Ишарамен? Ол бөлек тема, енді оған арнайы сөйлей алатындар үшін айтып жатырмыз бұларды, мақұл ма? Сол үшін естілу керек және не қылу керек? Түсінікті болу керек. Әйтеуір сөйлеп жатқан бір нәрсе естілді, бірақ не айтып жатқан естілмейтін болса, ол бір мекен болып есептелінбейді екен. Бөлік мекен. Енді осы жерде телефон арқылы некелесу, видеозвонок арқылы некелесу. Немесе енді мына киноларда шығып жатыр, оригиналында да бар шығар, мүмкін біз қолданбаған шығармыз. Әлде біздің қолымызға түседі, ол 3D болып алдынан шыға келеді ғой, бір киноларды көрсең. Звондайсың, мияқта мысалға күйеуіңізбен сөйлесіп жатсаңыз, мияқта 3D болып шыға келеді алдыңыздан. Ой, күшті. Екеуі бір мекенде ма? Жоқ. Оның суреті, оның дауысы, оның жаңағы бейнесі, 3D-сі өтпейді о жерде. Оның өзі болу керек, и все. Мысалға, қазіргі таңда түрмеде отырып алып, телефонмен некелесіп отқандар бар. Күйеуінің атында білмейді, мысалға. Сирияға кетіп қалып жатқандар, сол білімсіздіктен кетіп қалып жатыр. Күйеуінің аты кім десең, Абдулла дейді. Өзінің аты кім десең, білмеймін дейді. Фамилиясын білмейді. Сол телефонмен үгіттеген, ой, бай, сен сауап аласың, ол түрмеде Алла жолында соғысқан үшін жатыр түрмеде, ой, бұндай мүжахидтердің, шахидтердің некесіне кірсең күшті болады, керемет болады дейді. Ана байғұс жаңадан дін үйреніп жатқан, Құдайға тез жете қалам деп ойлайды да, алданып қалады. Сөйтеді, түрмеде отқан адаммен телефонмен неке қияды, қиған сымақ болады, бірақ ол шариғат бойынша қабылданатын неке емес. Екеуі егер қосылатын болса, зина жасаған болады. Міне қараңыздар, бір жерде және бір мекенде болатын нәрсе, тараптарлар, түсінікті ғой, тараптарлар бір жерде болу керек. Ол тараптар қыз бен жігіттің өзде болуы мүмкін, уәлилері болуы мүмкін, немесе өкілдері болуы мүмкін. Біреуінде неке қиып атқанның өзі, біреуінің өкілі келуі мүмкін. Біреуінде өзі, біреуінде уәлие келуі мүмкін. Біреуінде уәлие, біреуінде өкілі келуі мүмкін, ол маңызды емес. Бірақ осы үш кісінің екі кісі қатысу керек екі жақтан. Неке қиылатын екі кісінің екі жағынан адамдар келу керек. Мысалы, қыз бен бала, обязательно мынаның уәлиі болу міндетті. Уәли болса, екіншінікі де уәли болу керек деген міндет жоқ. Хотя бы біреуінің уәлиі болу. Шарт емес. Айтып тұрмыз ғой, екі тарап дегеніміз біреуі әйелі, біреуі күйеу болайын деп жатқан кісі де болуы мүмкін. Біреуі жаңа әйел или күйеу, біреуі әкесі, уәлиі болуы да мүмкін.
Екеуі де уәли де болуы мүмкін, екеуі де өкіл болуы мүмкін, біреу өкіл, біреу өзі, біреу уәли, біреу өзі, біреу өкіл, біреу уәли болуы мүмкін деп миларыңызды шайнап жібердім ба? Бәрібір. Жолдасымыз болған күйеуінің екі досы, оның бір подружкам бар. Куәгер ма олар уәли ма немене? Куәгерге келген жоқпыз оған, енді айтамыз. Сонымен бір уақытта бір мекенде деген тақырыпты айтып жатырмыз. Жаңағы келіссөз бір жерде бір уақытта айтылу керек. Телефонмен, видеозвонокпен, 3D болса да видеозвонокпен неке қиыла ма екен? Қиылмайды. Телефонмен, звонокпен болсын, SMS-пен болсын, неке қиылмайды. Түсінікті ма? Хатпен болуы мүмкін, егер оны өкіл ме, уәли ме алып баратын болса. Түсінікті ма? Сол оқып беретін болса ананың атынан. Айтпесе, хатпен де болмайды. Хат жазып жіберген, ана почтасына салып жіберген, алып, болды екеумізге болмайды. Танысымдар да, жаңағыдай сериялың бағдайға емес, бірақ күйеуі түрмеде болғанда. Шықты енді. Шығып түрмеде болған кезде танысып, үйленген екеуі. Шыққаннан кейін үйленген ба, сол жақта жатқан кезінде үйленіп алған ба? Барып неке қиған ба, телефонмен қиған ба? Соны біліп келген кезде бізге айтасыз қой деп ба? Ағында бірінші кіргізбейді ғой, некесі болу керек та. ЗАГСқа тұрған шығар мен бірінші. Жоқ, жүрмейді неке. Ау? Дәл осы жерге қатысты болса болады. Аха. Алып қашқан кезде қызды көндірмей жатып. Қазір келеміз онда. Соңында сұраңыз оны. Ол осы шарттардың бәрін оқығаннан кейін түсінікті болады. Екінші не еді? Ижабпен қабыл айтылатын сөздер, ұсыныспен қабылдау бір-біріне сай айтылу керек. Мысалға, будь моей женой десем, я болдым деп жауап берем айтты. Екеуі екі тілде. Немесе, мені некеңе қабылда десе, мен сенің әйелің болдым деп жауап бере алмайды. Вроде екеуі де үйленудің сөздері. Сай деген сөз не ол? Менің әйелім бол дегенде, я болдым. Немесе, я сенің әйелің болдым деп жауап беру керек. Мені некеңе ал дегенде, сені некеме алдым. Немесе, я алдым деп жауап беру керек екен. Ана құрылған сөйлемге жауап сай болу керек. Менімен үйлен десе, мен сені өзіңе саттым деген дұрыс болмайды екен. Түсінікті ма? Яғни, сәйкес келу керек. Қабылдадың ба? Қабылдадым. Болдым. Алдым. Бердім деген сөз. Қызыңды маған әйелдікке бер, әкесі айтады, бердім дейді. Жігіт сұрап тұр. Жігіттің өзі прямой әкесінен, жүрек жұтқан жігіт әкесінен сұрап тұр. Қызыңды маған әйелдікке бер деп айтады, әкесі бердім деп жауап береді. Немесе ал десе дұрыс болмай қалады екен. Әйелің болсын десе дұрыс болмай қалады екен. Сөйлем бір-біріне сай айтылу керек екен. Түсінікті ма? Үшінші айтылған сөз, бағана біз мекенге қатысты да оны айттық. Бұл жерде арнайы тағы айтамыз. Айтылған сөз ижаб және кабул естілуі керек. Және түсінілуі. Түсінікті болуы, түсінілуі дейікші. Бұл қалай? Алып, сыбырлап сөйлесе. Естілмейді да. Не айтып жатыр? Ана бір түсінікті де болу керек. Айтқан кісінің нақты не айтып жатқанын есту керек. Ана жігіт қолында сақинасы бар, гүлі бар, саған туған күніңе сыйлық әкелдім деп атады да, ана қыз естілмейтін жерде ұзақта тұр да, иә десе, ойлап қалды ғой ол, неке үйленейік деп жатыр екен деп та. Неке қиыла қалмайды екен. Естімеді ғой оның жауабын. Түсінікті ғой. Оның ұсынысын ол нақты не айтқан естіген жоқ, ойлап қалды. Немесе анандай, анық емес қып, әйелім боласың ба деп жатыр, бірақ әйелім боласың ба деп түсінбейсің да? Үйленгісі келмей жатыр ма, анау білмеймін әйтеуір. Амал жоқ деп жатыр ма? Кешкісі болса, оның қасында аудармашысы оны аударып берсе, түсінікті болады ғой. Енді ол жерде меңзейді ғой, ол жерде өкіл тағайындайды. Тағайындаса болады, немесе
сөйлейді, үйлен деп жатсың ба, құлақ естісе егер деп басын изеу арқылы ол совсем түсініксіз түрде кекештігі бар болатын болса, вообще түсіне алмайтын болсаңыз, түсіне алатын болса, түсінікті қылып айтуға тырысу керек. Ал совсем түсініксіз кекеш болатын болса, онда бағанағы сияқты қасында бір өкіл тағайындау уәли арқылы үйленгені жақсырақ болады. Уәли арқылы үйленгені жақсырақ болады. Ал естілу ана бір не бар еді ғой баяғыда анекдот. Бір біз қыз деген қыз болады да, көрші жігіт соны алғысы келеді. Әкесі бермейді да. Көрші ғой енді. Шәке деп айқайлайды да. Ау десе, біз қызды берші деп айтады да. Сөйтіп жаңа қыздың әкесі не деп естиді? Біз сұрап жатыр екен деп ойлайды да. Тігетін біз сұрап жатыр екен деп. Ине сұрап жатыр екен деп ойлайды. Жуалдыз біз. Сөйтсе ол ана алдап некесіне алып жатыр екен да. Бірақ алайда немен шариғат бойынша ондай ижаб қабул дұрыс емес екен. Естілу керек және түсінікті болу керек. Сондай айлакерліктердің алдын алу үшін мына шарттарды қойған шариғат. Босқа еріккеннен қандай шарт қойсақ екен, қалай қиындатсақ екен деп қойған жоқ бұл шарттарды. Ана түсінбей миы ашып өліп кетсін деп атқан жоқ бұл шарттарды қойған кезде, түрлі айлакерліктердің алдын алу үшін. Өйткені біздер қазір, сіздер айлакерліктің не керегі бар? Баяғы замандарда болған әлде бар. Мысалыға, әлде үйлен алмайтын еркектер бар. Ешкім оның некесіне кіргісі келмейді, дұрыс па? Кішкене есі дұрыс емес деу, шегеді, ұрады, бұрынғы әйелін ұрып төбелеп өлтіріп тастаған. Енді оған ешкім тигісі келмейді. Сөйтеді бұлар мынандай шарттарды түсінбейтін, немесе өзі түсінсе де әйел түсінбейтін кісілерге өстіп айлаларын өткізуі мүмкін. Болды, сен мен некемдесің, енді хочешь не хочешь менің әйелімсің деп. Кетіп қалуға болады ондай кезде, неке жоқ, значит мен кетуге болады. Ол халал емес қой. Ол бәрібір екеуі бірге бір отбасы құра алмайды ғой, неке қиылмаған ғой. Сол себепті осы білімдер керек екен бізге. Түсінікті ма? Жаңағындай түрлі айлалар бар. Баяғы уақытта да тоже үйленуге мүмкіндік болмаған, немесе байдың қызымен үйленгісі келген, бір саяси тұрғыдан сондай неке қию керек, ажырасу керек түрлі жағдайларда бұл шарттарды бұзып айла қолданғысы келген кісілер болған. Сол себепті бұлардың барлығын мен сіздерге дәлелдерін айтып атқан жоқпын. Ол дәлелдермен айтсам 10 күн сабақ өтуіміз керек болады. Сол себепті нақты нәтижесін ғана сіздерге тақ қойып жатырмын. Барлығы хадистерде бар. Аяттармен, хадистермен жаңағы анализі жасалып, зерделеніп, соңғы точкасы қойылғанын, соңғы нәтижесін, қорытындысын ғана айтып жатырмын сіздерге. Солай қойылған шарттар. Пайғамбарымыздың хадисінде осындай болмаса неке жоқ деген хадистері бар. Түсінікті ғой? Мына нәрсе болмаса неке жоқ, бір некелескен кісілер келген, сендер некен қайта қиыңдар деп қайтарған бірнеше хадистердің бәрін жинап, қазір мақта бір кітап болатын хадистерден бізге мақта бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп бізге жинап бере сабатыр. Оның бәрін айтып отыруға уақытым жоқ. Сол хадистер мен аяттардан алынған қорытындыны айтып жатырмын. Төртінші, тікелей мағына беретін сөз, мына ижаб қабул деген тікелей үйленудің мағынасын беретін сөз қолдану мүмкін, немесе жанама мағына беретін, қосымша мағына беретін сөз қолдану мүмкін. Мысалға, тек қана үйленудің, неке қиюдың мағынасын беретін сөздер қолданса егер, немесе бұл тақырыпты ниет деген тақырыппен бір-біріне үйлестірсек болады. Ниет жағынан қарастырып екіге бөлсек болады, егер тіке қолданса былай, жанама қолданса былай деп. Немесе тіке қолданған сөзде ниеті былай, жанама қолданған кез былай деп тақырыпты бұны осылай екі неменді қолдануға болады. Бір кітаптарда мына бетінен жазған, бір кітапта мына бетінен жазған, бірақ мағына бір. Енді тікелей мағына тек қана үйленудің мағынасын беретін, одан басқа ойлап қалу мүмкін емес. Мысалыға былай десем. Құрып кетші барар десем. Қандай сөз бұл? Құру, жоқ болу. Енді бір жаман сөз былайша айтқанда. Бірақ біз оны қандай мағынада айтамыз?
Көзіме көрінбеш деген сөз. Көзіме көрінбеш деген сөздің мағынасы. Тіке алатын болсаң, бұл енді жанама сөздер ғой. Андай, не дейміз? Фразеологизм ғой былайша айтқанда. Фукет жоқ болып кетпейді ғой, көзге көрінбейтін анда. Невидимка болып қалмайды ғой. Көзіме көрінбеш десе, мен көретін жерде жүрме деген сөз. Менің көзім көретін жерде жүрме, ұзаққа кет деген сөзді былайша айтқанда. Немесе тағы қандай сөздерді аузыңды жап деген сөзде ап деп жабу деген сөз емес екен, яғни үндеме деген мағынаға келеді екен. Иә, деп жабу, аузын жапсай шыбын кіріп кетеді. Ол мағынаға да келеді. Иә? Бірақ сөйлеме деген мағынаға да қолданамыз ба? Қолданамыз. Яғни ауыспалы бір сөзді бірнеше мағынада қолдануға болады екен. Иә? Мысалыға үйлену кезінде былай ұсыныс айтуға бола ма? Бір жастыққа бас қосайық десе. Бір жастықта бас қостық десе. Екеуі бір жастықта жаттық деген мағынаға да келеді ғой. Бірақ екеуі бірге өмір сүрді деген мағынаға да келеді. Яғни егер басқа да мағына беретін болса, ол жанама мағына. Тек қана некелесудің мағынасын берсе, ол тіке мағына. Азан шақырып қойдым уже? Шақырып болсын. Астарлап айтады ғой. Енді, заманға қарай, адамға қарай өзгереді. Азан шақырып болсын, жалғастырамыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوصيل والفضيل والدرجة الرفيعة وسمقام محمود الذي وعدته إنك لا تحلف بالميعاد رضينا بالله ربنا وبالإسلام دين وبالمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبينا ورسولا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Al, егер тікелей тек неке мағынасын беретін болса, менің әйелім бұл, менің күйеуім бұл, үйлен, некеңе ал деген сөйлемдер құралатын болса, онда
ниет ешқандай роль ойнамайды. Қандай ниетпен айтты, маңызды емес. Ойнап айтты ма, ойлап айтты ма, жоқ, сценарий бойынша киноға түсіп атқан еді айтты ма, тағы қандай, тексеріп көрейін деп айтты ма, қызық болсын деп айтты ма, ниет жүрбейді, түсіндіңіздер ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үш нәрсенің қалжыңы да шын, шыны да шын деді. Оның біріншісі неке, екіншісі ажырасу, үшіншісі ажырасқаннан кейін қайта қайту, рижғат жасау деп айтады. Бұлар ойнап айтса да, шынымен де айтса да, пәтуасы жүріп кетеді екен, үкімі жүріп кетеді екен. Ау? Неке қиылып кетеді. Ойнап, ұсыныс тастауға болмайды екен. Егер мына шарттар бар, одан кейін мына жақта айтылған шарттар бар, мына сахих шарттар деп жатырмыз ғой. Ол шарттардың барлығы орындалып кеткен кезде неке қиылып кетеді екен, ниетке қарастырылмайды. Ал жанама мағынада қолданған болса, мені мысалға айтады, қызыңды маған бер дейді әкесінен. Бердім десе, бұл жанама мағына. Бер деген кез тек қана әйелдікке бер, неке қию мағынасына кете ма? Білмеймін, оны қызметке беріп атқан шығар. Тұра тұруға беріп атқан шығар. Енді ана үйде бос тұратын адам, бос үйде тұратын адам керек шығар. Шешесіне қарайтын адам керек шығар. Үйін тазалайтын адам керек шығар. Бір қызметші ретінде сұрап атыр ма? Білмеймін, тағы қандай ниетке сұрауы мүмкін? Не үшін сұрап атқан белгісіз ғой, бер ал деген кезде. Ол кезде ниетке қарайды екен. Бұл кезде ниет маңызды екен. Егер ол сөзді, маған бер деген сөзді, екеуміз бір жастыққа бас қояйық деген кезде, ниетінде үйлену болса, неке қиылады екен. Ниетінде білмеймін, басқа нәрсе ойлаған болса, кімнің ойына не келеді кім білсін. Онда неке қиылмайды екен. Түсінікті ма? Сол себепті қорытындылайтын болсақ, 4-ші пунктіні тікелей айтылған сөзді тек үйлену мағынасын беретін сөздерді ниет маңызды емес. Қандай ниетпен болса да қиылып кетеді. Соған ұқсас сөзді қолданған болатын болса, ниетіне қаралады екен. 5-ші вариантты айтамыз енді. Ол не еді? Келер шақ, сөйлем келер шақта қолданбау керек екен. Келер шақ деп қолданамыз, өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Келер шақ жүрмейді екен. Менің әйелім боласың ба, маған үйленесің ба деген сөйлемдер неке қиылмайды екен. Өткен шақта қолдану керек екен, осы шақта қолданса болады екен, бұйрық райда қолданса болады екен. Түсінікті ма? Менің әйелім бол, мені некеңе ал, маған бер деген сұрақтармен қойылып, соған сай жауап беріліп, әйелің болдым, некеңе кірдім, қабылдадым, разы болдым деген сияқты өткен шақта, осы шақта және бұйрық райда қолдануға болады екен. Түсінікті ма? Жаңағы сияқты, мына екеуі қатар жүрді, өткен шақпен бұйрық рай қатар жүрді. Менің әйелім болдым деген сияқты. Менің әйелің болып жат, сені некеме алып жатырмын, некеңді қабылдап жатырмын деген сияқты қолдануға болады екен. Енді ол осы шақта қолданыла бермейді, бірақ қолданылса жүреді дейді. Ал келер шақтағы ол болашақтағы планын айтып жатыр дейді. Маған үйленесің ба деп айтады ғой. Ол болашақтағы ұсыныс ретінде қабылданады екен. Енді бүгінгі сабағымыз осы, бірақ қысқа нұсқа мынаның шарттарын жазып кетейін. Келесі сабақта не қыламын түсіндіріп өтемін. Бірінші екі тараптарларға, бұл енді көбінесе тараптарларға және қосымша тараптарлардың арасында үйленуге кедергі болмау керек. Бұны қайтадан кедергі жоқ. Үйленуге, оны ертең не ол кедергі жоқ түсіндіремін. Тараптар болғанда бұл жерде уәли мен өкіл туралы айтып атқан жоқпыз. Үйленейін деп атқан қыз бен еркектің арасында кедергі болмау керек үйленуге. Екіншісі, сол некеде, мына некеде куәгер болу керек. Ол куәгер қаншау,
қалай жазылатын еді? Ойбай ау, асығам деп не жазып жатқанымды түсінбей қалдым. Куәгер, ол қаншау, ол куәгер қандай, кім, не, келесі сабақта айтамыз. Үшіншісі, шектеу болмау керек некеде. Қысқа сөзбен жазып жатырмын. Яғни уақытпен шектеу, уақытша некелесе тұрайық деген сияқты болмайды екен, уақытша неке жоқ екен. Және разылық керек екен. Екі жақта разы болу керек. Енді бағана алып қашу мәселесі не келетін болсақ, негізгі шарттары осылар, қараңыздар. Бүгін біз мына қарамен жазылған жақтарды өттік. Рүкіндердің инеқат шарттарын, келіссөзге қатысты шарттарын өттік. Келесі жолы оған қосымша оның сыртқы шарттарын өтетін боламыз. Яғни мыналардың біреу кем, мысалға разылық жоқ. Үйіне әкетіп қалған, алып қашып кеткен. Жігіт разы, алғысы кеп өліп баратыр. Қыз разы емес. Ол до конца тұрып беретін болса, тимеймін деп. Имам келген некесін қиюға. Сен разысың ба десе, жоқ деп айтатын болса, онда не болады екен? Неке қиылмайды екен. Жоқ, тиесің деп жаңағы имамның көзінше, я деп айтып, жаңағы қинаса, я десе, ол неке қиылмайды. Имам о жерде оны бұзу керек, сотқа бере ма, милиция шақыра ма, аналарды көндіре ма, бұл нәрсе қинау арқылы болмау керек. Бірақ егер басында қыз тимеймін деп отырып имамның алдына келген кезде мақұл деп қалса, онда оның разылықтан бұрын бұл жерде таңдау деген нәрсе жүріп кетеді екен да. Ол оған көңілде разы болмаса да сөзбен разылығын берді дейді, таңдауын білдірді дейді. Оны егжей-тегжейлі түсіндіреміз. Яғни алып қашу деген сұрақ қойдыңыздар. Жауабын алдыңыздар ма? Егер қыз некеде келісімін берсе, неке жүреді. До конца тұрып беру керек, тимеймін деп, сонда ғана неке қиылмайды. Тағы қай сұрақ еді сіздікі? Алып қашып алып, зорлап алып, содан кейін бар. Бастырып алу деп айтады ғой. Енді о жерде де мәселе, қыз егер сонда да неке қимаймын десе, қиылмайды неке. Бірақ ол жаңағы қатынасқа түсіп қойған екен деп неке қиылып кетпейді. Қатынас деген нәрсе некеден кейін болу керек нәрсе. Ол қатынас зина болды. Түсінікті ғой? Ол ауыр жаза. Егер қыздың разылығынсыз ол қатынасқа түскен болатын болса, жаза өткенде зина жазасын айттық қой. Енді бізде ол жаза берілмейді. Шариғат бойынша ескілік уақыттарда бір тараптық жаза болады. Қызға берілмейді ол кезде. Түсінікті ме? Өйткені қыздың разылығы болған жоқ. Ол жерде қинау арқылы болғандық себепті еркекке бұл дүре соғу деген немесе сабау деген несі қойылады. Ешкім жоқ, бала жақта, қыз жақта ешкім білмейді, бірақ екеуі неке қиылған, біз саналы үлкен адам ретінде деп неке қиылса. Куәгерлер бар, сенелі, сондайлар, достар. Айтамыз, келесі сабақта айтамыз. Мақұл ма? Басқа? Залет деген шығар. Залетті жаза. Зина ғой. Зина болады бәрі. Зина, одан кейін қашан неке қияды, бұдан кейінгі қатынастары халал болады да, адал болады да, оған некеге дейін 10 жерден сүйіп өліп бара жатса да, әке-шешесі рұқсат беріп қойса да, не емес, неке зина болады. Зина болады. Зинадан туылған бала болады. Уақыт асып кетті, я? Мен келесі семинарға қарай өтуім керек. Не туралы болады? Семинар әйел және отбасы. Айқап мешітінде. Барам десеңіздер, жүріңіздер. 2-де сағат. Шыға берсеңіздер болады, Алла разы болсын. Иә, ол жеке ғой, мешіттің өзі емес. Мешіттің ғимаратынан бөлек ғимарат соғылған, әйелдерге арналған, как намазхана ретінде жүреді. Мешіт емес, намазхана кіруге болады. Баласы